Президентimiz айтқандай өлген адамды ешкім де тірілте алмайды, бірақ оны есте сақтау әркімнің міндеті. Дегенде енді ризамын, мысалы Абай сіздердің ұжымдарыңызға көптен көп рахмет. Ешқашан ұмытпайды, келіп тұрасыздар, жағдайды біліп тұрасыздар. Енді барлық жағдай жасалып жатыр. Абай мектебінің алдынан ескерткіш ашылды. Боздақтар деген кітап шықты мінекей. Ерлан туралы, ішінде басқалар туралы да шарик оқиғалар кеңесі ішілді. Қазақша, орысшасы да бар мына жерде. Мінекей. Бұл жаңағы боздақтар деген кітап шықты.